Сәлем достар, сіздермен бүгін біз борщ дайындайтын боламыз. Борщымызды дайындау үшін ет, пияз, сәбіз, капуста, картошка және қызылша керек. Ең бірінші етімізді қуырып аламыз. Оның үстіне пиязымызды, сәбізімізді салып қуырамыз. Оның үстіне томатымызды салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Қуырылған подливіміздің үстіне капустамызды салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Видеодағындай қуырып алсаңыздар болады. Капустамызды қуырып, капустаның мөлшерінде су құямыз. Дайын болып қалған тамағымыздың үстіне қызылшаны салып, примерно 5 минуттай қайнатамыз. Қызыл болғанға дейін. Осымен тамағымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын, сіздер де жасап көріңіздер.